жоқ. Орташа деген бейшаралар ана мәңгілік кредитке кіріп кеткендер. 20 жылдық, 10 жылдық кредиттері барлар, солар орташа. Былай қарасаң бір кәрамат, күшті үйде тұрады, күшті машина етеді, шетелге барады, бриллиант тағады қатындары. Бала шағасы бәрі бір машина теуіп алған. Аналардың кредитін естісең, сен өзіңнің бір 5-6 мың кредитіңе айналайын деп қаласың ғой. Бар мен сондай таныстарым. 40 миллион, 50 миллион кредиттері бар, 100 миллион кредиттері бар, таныстарым бар. Бірақ аналардың түрін қарасаң, чековать етіп жүреді. Сұмдық аналардың жүрістері. Ойбай. Бірақ бар ғой, садақаға 10 мың теңге бермейді ол. 1 мың теңгені бүйтіп терлеп кеткен несінен шығарып бүйтіп береді. Ақшаң бәрі өзінің орнында ғой деп айтады. Қаяқтан өзінің орнында ақша жоқ ол бейшарада. Айналып жүр, бүйтіп жетектеп айналып кредит жауып жүр. Ал бірақ жаңа золотой квадратта тұрады. Күшті болып шығады, күшті болып киініп, осы бір кәрамат, осы жай сөйлеп, байлардың өзінің бір несі болады сондай.